Амансыздар ма, құрметті көрермендер, оқырмандар. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі тапсырысымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының грант аясында өтіп жатқан тегін сабақтар легін жалғастырамыз. Есімім Шәміл Қарақожа, эксперт маман. Алдыңғы сабақтарда біз қор биржалары, акциялар, облигациялардың не екендігі туралы өттік. Одан кейін сол акция, облигацияны қайдан, қалай, кім арқылы сатып алуға болатындығын айтып кеттік. Бүгін жалпы сол акция облигациялардың нарығы, инвестиция нарығы ғой, сол инвестиция нарығы қалай жұмыс жасайды, ол жақта қандай компаниялар бар, қандай компанияларға ақша салуға болады деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Соның барлығы осы сабақта айтылады. Так, нарықтың негізгі түрлерін айтатын болсақ, жалпы нарық деген үлкен атау ғой. Соның ішінде негізлері қор нарығы. Ол жерде акциялар мен облигациялар негізінен сатылады қор нарығында. Одан кейін жылжымайтын мүлік нарығы деген бар. Ол жерде әдетте біз үй аламыз, коммерциялық помещенияларды аламыз деген сияқты. Ары қарай туынды құралдар нарығы бар. Ол опциондар, фьючерстер деп кете береді. Соның ішінде біз бүгін тоқталатынымыз ол жаңада айтып кеттім, қор нарығы. Қор нарығын инвестиция нарығының анықтамасы. Инвестиция нарығы қаржылық активтерді сатып алу, сату және капитал тарту механизмі. Яғни акцияларды сіз сатып алатын болсаңыз, сіз төлеген ақшаны сәйкесінше кері екінші тарап өзіне алып жатыр, яғни капиталды нарықтан тартып жатыр. Жалпы схема түрінде айтатын болсақ, олар қалай жұмыс жасайды. Бізде қор нарығы бар деп қарайық. Мына жерде үлкен нарық бар. Қандай да бір компания өзінің акционерлік қоғамға айналып IPO-сын өткізіп жатыр. IPO дегеніміз айтып кеттік, акциясын бірінші рет саудаға шығаруды IPO дейміз. Ол саудаға шығарды, оны сатып алатын инвесторлар бар. Инвестор акцияны сатып алу арқылы қор нарығында ол екі түрлі пайда табады. Біріншісі акцияны алып сату арқылы пайда табады, екіншісі содан түсетін дивидендтерден ақша табады. Кері сатып алу, ол обратный выкуп деген функция бар. Компаниялар өзінің акцияларына деген ликвидность түсіп кеткенде, немесе бір нарықтан екінші нарыққа барып сауда жасағысы, акциясын сатқысы келген жағдайда, олар кері сатып алулар жүргізеді. Яғни сатқан акцияларын барлығын кері белгілі бір бағада сатып алады. Мысалы айтатын болсақ, біздің елдегі танымал Каспи компаниясы, Каспи KZ, ол бірінші өзінің IPO-сын неде өткізді? Лондондық биржада өткізді. Бірінші еуропалық инвесторларға ұсынды акцияны. Бірнеше жылдан кейін ол толықтай акциясын қайта сатып алып, өз акцияларын NASDAQ, яғни Америка биржасына шығарды. Сол кезде кері сатып алу функциясын олар іске қосты. Жалпы қор нарығындағы қатысушылар осы компаниялар, инвесторлар, сатып алушылар осындай схемада жүзеге асады. Так, енді қор нарығына кіріп инвестиция жасауға шешім қабылдасаңыз, ол жерде өзіңіз таңдайтын стратегияңыз, арнайы жолыңыз болу керек. Әдетте мысалы марафон, жүгіру жарыстарында бізде марафоншылар болады, бірден 20 километр, 40 километрге жүгіретін, немесе спринтерлер деген болады. 100 метрге, 200 метрге сондай жарысады жылдамдыққа. Қор нарығына инвестиция жасауға кірген кезде сізде де сондай стратегия өзіңізде болу керек. Біріншісін айтатын болсақ, ол ұзақ мерзімді стратегия, яғни нарықтың өсуі, жаңа компаниялардың бірнеше жылда дамып, үлкен жетістікке жетуінен ақша табуға былайша айтқан кезде ставка қойсаңыз, сіз ақшаны бірден 5 жылға, 10 жыл, 15 жылға есептеп инвестиция жасайсыз, сондай компанияларды таңдау керексіз. Немесе қысқа мерзімді стратегия бар, бұл нарықтағы тербелістер, яғни нарықтағы бағаның бірден өсіп, бірден түсіп кетуінен ақша табу жолын таңдайсыз. Осы екеуін таңдап жұмыс жасайсыз. Екі стратегиямен де жұмыс істеуге болады. Мысалы, $100,000 бар дейік та, мысалы ретінде айтайық. $50,000 сіз ұзақ мерзім стратегия салып қойдыңыз, ал қалған $50,000 күнделікті әртүрлі трейдингке жұмсасаңыз болады. Сонда екі түрлі стратегиямен де жұмыс істей аласыз жалпы. Так, инвестицияның негізгі түрлері қандай? Тікелей инвестициялар, портфельдік инвестициялар.
Тікелей инвестиция дегеніміз ол компанияның тікелей долясына кіру, яғни жұмыс істеп жатқан кезде, жұмыс басып жатқан кәсіпкерлер инвестиция тартқан кезде компаниясының стартаптар көп жағдайда компанияның тікелей долясын береді. Мысалы мен компаниямды 5 миллион долларға бағалаймын, 10% акциясын сатылымға шығарамын, 500 мың долларың болса 10% акция сенікі деген секілді. Ал екінші портфельдік инвестициялар деген бар, ол акциялар мен облигацияларға инвестиция жасау. Біздің қазіргі сіздерге осы алдыңғы 3 сабақ бойы мен айтып жатқаным барлығы осы портфельдік инвестицияларға келеді. Инвестиция нарығының қатысушылар кімдер? Олар инвесторлар, брокерлер және эмитенттер, яғни инвесторлар сатушылар, сатып алушылар өзінің ақшасын беріп инвестиция жасайтын, жеке және институционалдық. Жеке деген ол кез келген адам, ал институционалдық деген ол банктер болуы мүмкін, инвестициялық қорлар болады, кәдімгі жеке компанияларда сондай акциялар сатып алып, содан ақша табумен айналысатын заңды тұлғалар. Брокерлер, олар сол акцияны алып берушілерді брокерлер деп атаймыз деп алдыңғы сабақта айтып кеттік. Эмитенттер бұл жаңа қаржылық құралдарды шығарушылар, жаңағы облигацияны шығарушы муниципалдық орган немесе мемлекет деген сияқты, болмаса акциясын сатушылар, соның барлығы эмитенттер. Так, жаңадан бастаушыларға инвестициялық стратегиялар, негізгі кеңестер, жиі кездесетін қателіктерден қалай сақтануға болады, алдағы сабақта, осы сабақтың барысында алда айтатын боламыз. Енді акцияларға инвестиция жасауда ұстану керек 10 қағида. Міндетті түрде осыны жазып алыңыздар, скриндеп алыңыздар. Акция сатып алу барысында өздеріңіз пайдаланыңыздар. Себебі көзсіз былайша қызығып ала берсеңіздер, салған ақшаңызды жоғалтып алу қаупі өте жоғары. Нарықтың жағдайын қарау керек. Нарық дегеніміз сол акцияны алып жатқан компанияның жалпы олдан бөлек инвестиция нарығында қандай белсенділік болып жатыр, акциялар түсіп жатыр ма, көтеріліп жатыр ма деген секілді жалпы нарықтың жағдайын қарау керек. Экономикалық көрсеткіштер мен нарықтық трендтерді бақылау нарықтың бағыт-бағдарын түсінуге көмектеседі. Бұл сіздің инвестициялық шешімдеріңізді жақсартады. Екінші, финансылық сауаттылық. Қаржылық есептер мен негізгі көрсеткіштерді түсіну инвестиция жасау кезінде дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда қаржылық мүмкіндіктер деген финансылық сауаттылық компанияның, мысалы акциясын сатып алғыңыз келіп жатқан компанияның қаржылық көрсеткіштерін қарау керек. Ай сайын қаншалықты оборот жасайды, қанша пайыз пайда тауып жатыр, алдағы уақытта қанша есе өскісі келеді, қандай жоспарлары бар деген секілді сондай көрсеткіштерін білу керексіздер. Эмоцияларға берілмеу. Жаңа айтып кеттім, нарықтық тербелістер кезінде эмоцияларға негізделген шешімдер қабылдау өте қауіпті. Бұл жерде сіз ақшаны ұтылуыңыз, эмоционалдық шешімдер ақшаны өте көп ұтылуға алып келуі мүмкін. Деректер мен талдауларға сүйеніңіз. Жаңағыдай айтып кеттік. Мысалы, мен 2022 жылы Каспийдің акциясын алдымда, ол кезде қаңтар оқиғасы болды. Оның алдында мен алып сатып жүрген тұғым ғой, пайдада тауып жүрген. Бұл кезде шатаспасам $136 сатылып жатты Каспийдің акциясы. Сонда бірден акция $90 құлайды ғой. Мен ойлаймын, елдегі жағдай ертең бір аптаның ішінде тұрақтанады, қайтадан инвесторлардың шуы, нарықтағы шу басылады, қайтадан баға өсіп кетеді деп өзімше сондай бір қуанып кеткем ғой. Ешқандай анализ жасамағам, ешкіммен кеңеспегемше сол жағдайда. Сөйткенде болған жоқ, ол акция көтерілген жоқ, сол тұрған күйі тұра берді, ал маған ақша керек болып қалды деген сияқты. Сонымен минусқа сатқан жағдайым бар. Сол жерде эмоциялық жағдай көп ойнап кетті. Сол үшін де акцияны алып сатқан кезде эмоцияға қатты берілмеу керек. Дисциплина. Инвестициялық жоспарыңызды сақтаңыз. Нарықтағы шудан алшақтап, жоспарлы түрде әрекет ету маңызды. Осы жерде де акцияларды алып сатқан кезде сіз мысалы $5 алатын болсаңыз, өзіңіз алып сату барысында өзіңізді сақтандыруға болады. Мысалы, акция егер $4 төмен түсіп бастап жатса, онда сатыс жерде брокерге стоп лосс деген сондай приказ беріп қоюға болады. Немесе акцияның бағасы $10 жеткен кезде маған сатып жібере салды, сол $5 пайданы фиксировать етіп қой деген секілді брокерге take a profit деген приказдар беруге болады. Егер де осындай дисциплинарды түрде сіз міндетті түрде стоп лосс деген немесе take a profit-тарды қойып жүру керек. Прям сізде осындай дисциплина қалыптасқан болу керек. Сол кезде сіз қатты минусқа кіріп кетуден сақтанасыз, немесе қандай да бір міндетті түрде табыс алуға сол жетелейтін стратегияның бірі. Пассивті түсінбеушіліктерді болдырмау. Инвестицияның өнімдері мен стратегияларын терең түсіну ықтимал тәуекелдерді алдын ала болжауға көмектеседі.
Бұл жерде айтатын нәрсе, міндетті түрде қаржылық кеңесшімен кеңесу керек. Мысалы менде өзімде бастапқы бірінші айналысып жүргенде жағдайлар болған. Қор биржасындағы компания қаржылық кеңесші айтқан компаниядан басқа жазылған жазуын шатастырып, мысалы маған Америка биржасынан алуды ұсынған кезде мен вообще Гонконг биржасындағы басқа компанияны алып жүрген жағдайлар болған. Сол үшін де түсінбеушіліктер болмасы үшін болдырмау, ол да үлкен ұстану керек қағиданың бірі. Барлығын детально біліп, тексеріп, сосын барып қана шешім қабылдау керек. Пассивті және активті стратегияларды үйлестіру. Бұл жерде айтатын нәрсе, тек қана дивиденд беретін ғана компанияларға ақша салам, немесе тек өсіп жатқан технологиялық компанияларға ақша салам деген секілді бір қатып қалған нәрсені ұстанбау керек. Қандай да бір бөлшегін дивиденд беретін компанияларға, қандай да бір бөлшегін технологиялық тез өсіп жатқан компанияларға деген секілді қаржыны бөліп салған жөн болады. Так, қаржылық сауаттылық, финансылық сауаттылық, қаржылық есептер мен негізгі көрсеткіштерді түсіну инвестиция жасау кезінде дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Публичный компания деп жатады. Акциясын сатуға шығарған компанияның барлығы публичный компания болып табылады. Яғни олар өздерінде болып жатқан бүкіл процестерде, яғни қаржылық көрсеткіштердің барлығын нарықпен бөлісіп отыруға міндеттелген, әрбір 3 ай сайын өздерінің өткен сол кварталдағы көрсеткіштерін бойынша отчет шығарып отырады, есеп. Сол есептегі айтылатын ақпараттарды түсінген абзал. Яғни бұл жерде қаншалықты бір айда оборот жасады әрбір ай сайын, немесе қанша сатты, былтырғы жылмен салыстырғанда қанша сатты, қанша жоспарлаған сатылым бойынша жоспарды қаншалықты орындады, орындамады деген секілді. Сондай ол жерде МРР деген секілді әртүрлі өзінің көрсеткіштері бар. Сол көрсеткіштердің барлығын біліп алған абзал болады. Егер сіз тұрақты түрде осы инвестиция нарығында ақша алып салуға, өзіңіз тікелей айналысуға шешім қабылдаған болсаңыз. Одан кейін эмоцияларға берілмеуді айттық, дисциплинаны айттық, түсінбеушіліктер болдырмау. Келесі біздегі қағида диверсификация жасау керек. Яғни қолда бар ақшаның барлығын бір компанияға немесе сөйтіп салып жүруге болмайды. Ондай жағдайда сол компания акциясы түсіп кететін болса, сіз ақшаңыздан үлкен көлемде айырылып қаласыз. Ол ақшаны қолда бар, мысалы $100,000 болатын болса, $10,000 бір компанияға, $10,000 екінші компанияға, және ол компаниялар таңдағанның өзінде салалары әртүрлі болу керек. Жалпы қандай салаларға бөлінетіндігін қазір мен алдағы слайдтарда айтам. Зерттеу жүргізу керек, міндетті түрде сол компанияның дамуы қай жаққа барады, немен айналысып жатыр, қандай нарықтарға шыққысы келеді деген секілді ізденістер жасасаңыз, сіз дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігін арттырасыз. Ұзақ мерзімді стратегия. Яғни жалпы қор нарығына кірген кезде өзіңізге ұзақ мерзімді стратегия жасаңыз. Мысалы, мен қазір жасым 27-те болса, 30 жасқа дейін ай сайын мысалы акция алып отырам, апта сайын өзіңіздің табысқа қарай ай сайын мысалы $1000 мен акция алып отырам. Сөйтіп 30 жасыма дейін солай жасаймын деген секілді. Немесе ол алған ақшаларымның мысалы $1000 салып жатырмын ұзақ стратегияға деп апта сайын бастадым да, мысалы апта сайын немесе ай сайын $1000 мен өз табысыма қарай $1000 акцияларға салып отырам десек, оның ішінде $500 мен ұзақ 5 жылдан кейін ғана сатам дейтін акцияларға салам, қалған $500 оның ішіндегі $200 2 айдың ішінде немесе осы 1 жылдың ішінде сатуға болатын акцияларға салам деген секілді өзіңіздің арнайы стратегияңыз, ұзақ мерзімге дайындалған жолыңыз болу керек. Тәуекелдерді бағалау. Тәуекелдерді әр инвестицияның өзіндік тәуекелдері бар. Сізге қабылдауға дайын тәуекелдерді анықтап, соған сәйкес инвестиция жасаңыз. Бұл жерге жаңа диверсификация да кіреді. Одан кейін салып жатқан компанияның орналасқан аймағын, қай жақтың компаниясы, мысалы баяғыда Ресей соғыс ашқан кезде сол ресейлік компанияларға ақша салған көптеген инвесторлар өте үлкен минустарға кіріп кетті. Сондай жағдайларға ұшырамас үшін ол компания қай елге тиесілі, яғни қай елдің территориясында деген секілді барлық тәуекелдерді қарау қажет. Так, енді трейдерлер. Трейдер дегеніміз жалпы сол акцияны алушы немесе алып сатушылардың жаңағы түрлері болады. Стратегия деп айтып жатырмыз, олар қандай жолдармен жұмыс жасайды, қалай нешеге бөлінеді, сол туралы айтатын болсам. Так, трейдердің жалпы 4 түрге бөлінеді, негізгі 4 түрі.
осы акция нарығында жұмыс жасайтын, инвестиция нарығында бірінші скальперлер бұл өте аз уақытта, секундтан бірнеше минутқа дейін, мысалы бір сағаттың ішінде, сондай аз уақыттың ішінде акцияда болатын бағалы құбылыстар, өзгерістерден ақша істеп қалатын трейдерлердің түрі, сондай инвесторлардың түрі, жалпы ол скальперлер деп аталады. Бұл жерде өте үлкен білім керек деп айтсақ болады, себебі өте үлкен опыт керек. Қандай да бір ең аз секундтың ішінде, аз минуттардың ішінде қазір компанияның бағасы, акциясының бағасы өседі бірден құлайды деген секілді бір өзінің анализін жасайтын сондай деңгейде опытыңыз болмаса, скальпер болу қиынырақ. Екіншісі дейтрейдер дейді, интрадей трейдер, қазір дейтрейдер деп аталып кеткен. Бұл бір күннің ішінде акция жасайтын трейдингтің түрі. Яғни акцияны аласыз да, жаңа айттым, стоп лосс, take a profit деген сияқтын қойып қойдыңыз. Мысалы 90-дан сатылып жатыр, 95-ке келгенде сат жібере саласыз да, сол кездегі $100 болсын, $200 болсын табысты тіркеп, күнделікті солай ақша табу жолын дейтрейдер, яғни дейтрейд деп айтаймыз. Одан кейін свинг трейдерлер дейді. Бұлар бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін. Мен өзім көп жағдайда осы свингпен айналысатынмын. Бұрындары қазір аз дейтрейдер болуды көптеп, былайша айтқан кезде, практиковать етіп жүрмін. Swing трейдерде ол арнайы бір акцияларды осы swing трейдермен фиксировать етіп қоюға болады. Мысалы, мен көп жағдайда Тесланың акциясын қарайтын. Тесланың акциясын байқап қарайтын болсаңыздар, бір айдың ішінде, өзімнің бір анализ жасауым бойынша, бір айдың ішінде ең төменгі нүктеге бір түседі, одан кейін екінші жоғарға қайттан шығады. Мысалы, мен көп жағдайда байқадым, ол кездері именно осы Теслаға мен свингпен стратегия құрып жүрген кезімде, мысалы $200 болып тұрды и 150-ге түседі. Мен где-то 180 кезінде алдым, содан бірден түсіп кетті, 150-ге түсіп кетті. Былайша сол жерде паника ұстауға болады да, мысалы ойбай $30-ға түсіп кетті, минусқа кетіп жатырмын деген секілді. Бірақ менің стратегиям осы бірнеше аптаға құралғандықтан мен паниковать еткен жоқпын. Яғни бәрібір де көтеріледі ғой деген секілді. Ол бір 2 аптаның ішінде қайтадан акциясы көтеріліп 220-ға шыққан кезде мен акциясын сату арқылы пайда таптым. Бұл алдағы слайдтарда айтып кеттім, эмоцияға берілмеу керек деген секілді, ұзақ мерзімге стратегия жасау керек деген сияқты. Егер мен ұзақ мерзімге стратегия жасап, осындай ойластырмағанда, жаңағыдай 150-ге түскен моментте бірден паника ұстап, ойбай тағы да қазір түсіп кететін болса, мен мүлде ақшамнан үлкен сума айырыламын деп сат жіберу мүмкін еді. Сол үшін де трейдингке, жалпы инвестиция жасаған кезде өздеріңіз міндетті түрде уақыт аралығымен салынатын ақшаларға стратегия құру керексіздер. Позициялық трейдерлер дейді, бұлар айлардан жылдарға, яғни жаңа айтып кеттік, бұлар мүлде 5 жылға, 10 жылға инвестиция жасайтын трейдерлердің түрі. Нарықтың ұзақ мерзімді трендін зерттеп, ұзақ мерзімді позицияларды ұстайды. Мысалы айтатын болсақ, 2022 кезінде Facebooktың бағасы бірден құлады, 320-дан 220-ға бірден құлап кеткен кездер болды. Сол кезде көп адамдар паника ұстап та қалды. Facebook метаға ауысып кетті, көрсеткіштер өте төмен деген секілді. Бірақ та дәл қазір жағдайды қарайтын болсақ, ол компанияның акциясы өсті, ол минустан шықты. Сонда 2-3 жылға инвестиция қылып салып қойғандар бәрібір де плюске шықты. Сондықтан да стратегия құрған кезде сіз қандай трейдерсіз, қандай стратегиямен инвестиция жасайсыз, соған мән беріңіз. Одан кейін трейдингте айтып жатырмыз, акциялардың өсуінен ақша табамыз деп, бірақ та акциялардың құлауынан да ақша табуға болады. Ол дегеніміз қалай? Жалпы нарықта мынандай бөлініс бар, бұқа нарығы немесе аю нарығы деп айтады. Бұл жерде бұқа нарығындағылар, яғни бычий рынок, акцияның өсуінен ақша табатын адамдарды бычий рынокта, яғни бұқа нарығында жұмыс істеушілер дейді. Ал аю нарығы деген бар, ол жерде акцияның бағасы құлаған жағдайда ақша табушыларды айтады. Ол дегеніміз қалай жұмыс жасайды? Акция құлаған жағдайда қалай ақша табамыз деген сияқты айтатын болсақ, бұл сонда не ставка сияқты нәрсе ма деп ойлауы мүмкін. Әдетте ол былай жұмыс жасайды. Мысалы,
сіз бір компанияның акциясын айтайық, Tesla компаниясы, иә, Тесланың акциясын саттыңыз, акциясынан шорт деп айтады бұны, акцияның құлауынан жұмыс ашуды, ақша табуды шорт позиция деп айтады. Шортисти деп жатады оларды. Соңғы уақытта байқасаңыз, айтпақшы, жақында Каспийдің акциясы 1-20%-ға дейін құлады. Не үшін? Ол жерде осындай шортистар Каспийге атака жасады. Ол қалай? Олар шорт позиция ашады Каспийдің акциясына, сөйтеді де екінші жақтан жаңалық шығарады. Каспий америкалық инвесторларды алдап жатыр, негізінен Россиямен байланысы бар олардың деген секілді акция шығарды да, жаңалық шығарды, сондай қауесет. Өздері зерттеулерін жариялап, сосын рынокта паника басталды. Ойбай, Каспийде осындай екен деген секілді, Каспийдің акцияларын бірден саудаға шығарып жүргендер көп болды, құтылайық онда Каспийден деген секілді. Аздап паниканың әсерінен Каспийдің акциясы бірден $110 бірден $90, $116-тан $90 құлады. Сол кезде шортистер ақша тапты. Олар қалай дейсіздер ғой? Олар 116 кезінде алады да қарызға алады, осындай брокерлерден акция қарызға алады. Мысалы, мен $116-дан жаңа Freedom айтып кете келейік, Жусани брокерден 10 акцияны қарызға алдым $1116. Сөйттім да шорт позиция ашып қойдым. Мен саған қарызға алған кезде сен аласың да ұстап отпайсың, бірден сат жересің нарыққа, $116-дан сат жересің. Сөйтесің да акция күтеді деген өзіңнің анализің бойынша прогноз құрып қоясың ғой. Сөйтіп күтіп отырасың нарықтағы погоданы. Сөйтеді да Каспийдің акциясы құлайды, 90-ға түсті ма, 90-ға түскен моментте сен барасында 10 акцияны сатып алып, жаңағы брокерге қайтарып бересің. Сонда сен 116-ға сатып, $90-дан алдыңда ортадағы пайдасы, яғни айырмашылығынан пайда таптың. Шортистерде дәл солай жұмыс істеді. Өздері мысалы 116-тан акцияны алып, бірден шорт позицияда алып сат жерді, мына жақтан жаңалық шықты, акцияның құлаған кезінде арзан бағада сатып алып, қарызын жапты да ортада қалған айырмашылықтан пайда тапты. Осылай да жасауға болады. Бұл жерде сіздің салған ақшаңызға қарай компаниялар, брокерлік компаниялар, кредитное плечо деген нәрсе бар. Сізге қарызға ақша да беріп тұра алады. Мысалы айтатын болсақ, $1000 салсаң, $10,000-ға дейін ақша қарызға беріп тұра алуы мүмкін. Бірақ та егер компанияның акциясы сіз түседі деп салып, бірақ ол өсіп кететін болса, сіз минусқа кіресіз ол жағдайда. Так, инвестициялардың тәуекелдері. Енді бағалы құнды қағаздарға ақша салған кезде қандай тәуекелдері бар? Сол бойынша айтатын болсақ, нарықтағы бағалардың өзгеруіне болатын тәуекелдер. Мысалы, акциялардың құнының төмендеуі. Бірінші тәуекел ол сол акция бағасы түсіп кететін болса, сіз үлкен минусқа кіріп кетуіңіз мүмкін. Мен өз жағдайымда жаңа Каспийді айтып кетсем, Каспийді $90-дан алып, мен ойладым ғой, елдегі қаңтар оқиғасы бітеді, бір аптада ел тынышталады, бәрі нормально болады, сонымен дальше Каспийдің акциясы өсіп кетеді, сол жерде ақша тауып алам деген секілді. Сонымен бізде ақпан келді 2022-нің, сол кезде солтүстіктегі көршіміз өзінің туысқанына соғыс ашып, соның салдарынан жалпы батыстық инвесторлардың СНГ-ның компанияларына деген ынтасы түсіп кетті. Олардың бәрі ойлап қалды, Россия санкцияға кіріп жатыр, енді Қазақстан да санкцияға кіреді, олармен ешкім жұмыс жасамайды, яғни ол жақтағы ақшаны білден шығару керек деді да, сөйтіп біз жаққа ешкім ақша салғысы келмей қалды. Соның әсерінен Каспийдің де акциясы бірден құлап кетті. Даже $30-ға дейін құлап кеткен кезі болды. Сонымен не керек, 6 айдай күттім, көтерілетін деңгейіне дейін көтерілді. Ақша қажет болған кезде мен ол ақшаны Каспийдің акцияларын сатып, ақшаны шешіп алдым. Сәйкесінше $4000-дай минусқа кеткен уақыт болған. Сол үшін де тәуекелдерді қарау керек. Саяси тәуекелдер дегеніміз осы, яғни сол мемлекеттің, компания жұмыс жасайтын мемлекеттегі болып жатқан саяси ахуалдар, президент тұрақты ма президенттер немесе перевороттар көп болатын болса, болмаса жаңадай көрші елдермен қандай да бір қақтығыстарға келетін болса, онда сол компанияларға шеттен санкциялар түсетін болса, онда сол елдің компанияларының акциялары міндетті түрде құлайды көп жағдайда. Экономикалық тәуекелдер. Қарасаңдар, Finance KZ деген айтпақшы телеграм канал бар. Осындай акциялар туралы көптеген негізгі ақпараттарды салып отырады, тіркеліп алыңыздар. Экономикалық тәуекелдер. Макроэкономикалық факторлардың, мысалы инфляция, пайыздық мөлшерлемелер, жұмыстық деңгей, инвестицияларға әсер етуі.
сол елдің компания жұмыс жасайтын елдің экономикасы қалай жұмыс істеп жатыр, ол жақта инфляция жоғары ма төмен ба деген секілді. Мысалы былтырлары пандемиядан кейін Америкада инфляция деңгейі жоғары болды, сәйкесінше компаниялардың акциялары да өсті, кейбіреулерінікі түсті. Негізінен инфляция деңгейі жоғары болған сайын доллар қымбаттайды, доллармен жұмыс істейтін компаниялардың акциялары да өсіп жатады. Валюталық тәуекелдер, жаңа айтып кеттік, Қазақстанда көп жағдайда инфляциялар, девальвация болып жатты. Мысалы теңге соңғы осы уақыттың өзінде қарайтын болсақ 450-ден 480-ге көтеріліп кетті. Бұның бәрі девальвация. Ақшаны теңгемен табатын компаниялар үшін бұл кері әсерін беруі мүмкін. Сол үшін де ол жағында қарау керек. Нарықтық тәуекелдер, осындай рисктер бар. Секторлық тәуекелдер, мысалы айтатын болсақ, сектор дегеніміз белгілі бір секторда немесе индустрияда болатын экономикалық, саяси немесе табиғи факторлардың әсері дейік. Секторлар дегеніміз компаниялардың жұмыс істейтін салалары ғой. Былайша айтқанда мұнай саласы бар, технологиялық салалар бар, немесе қандай салаларға бөлінеді тағы да, қаржы, финансовый сфера болады. Одан кейін қазір алдағы слайдтарда айтам қандай салаларға бөлінетін. Сол бір салада болып жататын кризистерге байланысты. Мысалы мұнай саласын айтатын болсақ, қазір барлығы мұнайдың бағасы бір көтеріледі, бір түседі. Мысалы ОПЕК деген ұйым бар, мұнайдың бағасын қалыптастырушы. Негізінен солар мұнайды шығаруды төмендететін болса, мұнай шығару көлемін азайтайық деп келісетін болса, онда мұнайдың бағасы көбейеді. Мұнайдың бағасы қымбаттаған сайын мұнай өндіруші компаниялардың акциясы өседі деген секілді осындай секторлық тәуекелдер бар. Компанияның тәуекелдері, бір компанияның ішінде болып жатқан жаңалықтарға байланысты компанияның акциясының бағасы өзгереді. Мысалы айтатын болсақ, Илон Маскты алып тастайтын болса компанияның директорлігінен, ол жерде Тесланың акциясы өте қатты түсіп кетуі мүмкін деген секілді. Сондай компанияның болмаса, бір компанияны сатып алып жатса, ол кезде оның акциясы өсуі мүмкін деген секілді. Осындай компаниялық тәуекелдер бар. Ликвидтілік тәуекелдері, активтердің нарықта сатуда қиындықтарға тап болуы тәуекелі. Мысалы айтатын болсақ, соңғы жаңалықтарда Ресейдің акцияларын айтатын болсақ, ресейлік компаниялардың немесе облигациялардың, олармен ешкім жұмыс істеспей қойды қазір. Сәйкесінше олардың компанияларының акцияларына деген сұраныс мүлде жоқ. Акциялары ликвидный емес. Осындай тәуекелдерге де түсіп қалмау қажет. Қаржы нарығында компаниялар бірнеше негізгі категорияға бөлінеді. Жаңа айтып кеттім, секторлық тәуекелдер болады деп. Сол сәйкесінше компаниялар бірнеше салаларда жұмыс жасайды. Сол салалардағы болып жатқан жаңалықтар, өзгерістер сол салада жұмыс істейтін компаниялардың барлығының акциясына тікелей әсер етеді. Мысалы, энергетика саласын айтатын болсақ, мұнай, газ, жаңартылған энергия, жаңа айтып кеттім, мұнай немесе бір жерде газ немесе ашылды, бір жерде газдың үлкен кен орны ашылды, бір жерде дейтін болса, онда сол сала бойынша бағалық өзгерістер болуы мүмкін. Немесе Қазмұнайгаз қашағаннан долясын көбейтті, немесе Қазмұнайгаз жаңа кен орнын ашты дейтіндей жаңалықтар болатын болса, ол кезде оның бағасы, акциялардың бағасы өседі деген секілді. Болмаса Біріккен ұлттар ұйымы мұнай компанияларына осындай талап қойды, олардың бір өндіріс саласын мұнай шығаруды шектейтін деген, немесе басқа да бір экологиялық тазалыққа оларды үгіттейтін, оларға міндеттейтін қандай да бір шараларды қолданатын болса, онда мұнай компанияларының акциясы түсуі мүмкін деген секілді. Сондай толықтай өзгерістер болады рынокта. Технологиялық компаниялар, біздің деп жалпы бізге таныс Apple, Microsoft, біздің Каспийде барлығы технологиялық компаниялар, олардың саласы осы технологиялық. Олар технологиялық компаниялардың акциясының бағасы көп жағдайда жылдам өседі. Жылдам олар дамиды. Сәйкесінше қандай да бір тәуекелдер болса, тез құлауы да мүмкін. Тау-кен және металлургия. Білесіздер, біздің елде жақында осындай акциялар ауысқан, акционер ауысқан. Кармет компаниясы, бұрынғы ArcelorMittal тау-кен өндірісі. Сол секілді компаниялары бар. Одан кейін фармацевтика өндірісі. Пандемия кезінде фармацевтикамен айналысатын компаниялардың акциясы деген өте сұмдық өсті.
Одан кейін тұтынушылық тауарлар, күнделікті қажетті өндіретін компаниялар, біздің шампуніміз бар, басқасы бар, бұның барлығы тұтынушылық тауарлар өндіретін компанияларға жатады. Қаржы нарығында компаниялар бірнеше негізгі категорияларға бөлінеді. Жаңа айтып кеттік, қор нарығында жалпы үлкен компания бар, кіші компания бар, жаңадан шығып жатқан компания бар. Олардың өзінің тұратын бағасына қарай олар бірнеше түрге бөлінеді. Blue chip деп айтылып кеткен термин бар, көк фишка деп тікелей қазақшаға аударатын болсақ, бұл үлкен сенімді тұрақты табыс әкелетін компаниялар. Apple, Amazon, бұлар трансұлттық компаниялар, олардың бағасы $1 триллион бағаланады. Олар уже blue chip деп қарауға болады. Олардың жақын уақытта банкрот болып кетеді, немесе сені лақтырып кетеді, акциясы құнсызданып кетеді деген секілді қорқыныш 99.9%-ға дейін жоқ деп қарауға болады. Тіпті даже түсіп кетсе де белгілі бір уақытта олар қайттан өз позициясына шығып алады. Бұл сондай үлкен алпауыт компанияларды blue chip компаниялар, көк фишка деп айтуға болады. Голубая фишка дейді орысша. Орташа капитализация. Бұлардың нарықтық орташа көлемдері жаңағыдай триллион тұрмаса да, бұлардың $300 миллиард тұратын, $500 миллиардқа дейін тұратын компаниялар орташа капитализациясы бар компаниялар деп айтсақ болады. Ал кіші капитализациялар бұларды мысалы $100 миллион ары қарай миллиард долларлар, жаңағы $100 миллиард дейінгілердің барлығын біздің нарықпен есептейтін болсақ, олар өте үлкен болғанмен, жалпы әлемдік нарықта кіші капитализацияға әкеледі, яғни кіші капитализациядағы компаниялар ретінде қарастырылады. Қаржы нарығындағы компаниялар бірнеше негізгі категорияға бөлінеді. Географиялық бөліну бойынша және инновациялық бөлінулер бойынша. Мысалы, географиялық бойынша жергілікті компаниялар, олар тек бір елдің территориясында ғана жұмыс істейтін компанияларды айтсақ болады. Жаңа айтып кеттім, Amazon деген олар трансұлттық дедік. Олар бүкіл әлем бойынша жұмыс жасайды. Европада бар, Америкада бар, оларды халықаралық компаниялар. Ал Каспийді айтатын болсақ, ол да үлкен компания, бірақ трансұлттық ретінде саналмайды, себебі негізгі нарығы, бүкіл клиентурасы ол тек Қазақстанда. Инновациялық компаниялар, технологиялық стартаптар. Бізде стартап компаниялардың бағасы өте жиі, өте үлкен жылдамдықпен өседі. Мысалы айтатын болсақ, бұрындары Volt компаниясы бар, WeWork компаниялары бар, бұрын қазір банкрот болып кетті, $100 миллиард дейін бағаланған, қазір банкроттыққа беріп жатыр. Сонда технологиялық компаниялардың бағасы жиі өседі, осылардан да жақсы ақша табуға болады. Тұрақты даму, экологиялық таза технологиялар немесе практикаларды қолданатын компаниялар болып бөлінеді. Енді жаңа айтып кеттік, көк фишка компаниялары дедік, нарықта ұзақ уақыт бойы тұрақты әрі жоғары капитализациямен танылған, сенімді және тұрақты табыс әкелетін ірі компаниялар. Олар әдетте дивиденд төлейді және нарықты өзгерістерге төзімді келеді. Қандай көк фишка статусындағы компаниялар бар, соны айтып кетейін. Америкалық көк фишка компаниялары бізде Apple компаниясы бәріңізге танымал, Microsoft компаниясында Facebook бар, Instagram бар, Threads бар, тағы да басқа компанияларда үлестері көп. Coca-Cola компаниясы, Johnson's компаниясы денсаулық сақтау өнімдері мен фармацевтикада кең танымал, Procter & Gamble біздің көп қолданылатын жаңағы сабындарымыз бар, шампундарымыз бар, басқа да нәрселер осы Procter & Gamble'дан шығады. Одан кейін қазақстандық көк фишка компаниялар. Қазақстанның компанияларға Қазмұнайгаз, біздің ұлттық мұнай газ компаниямыз, Қазақстан темір жолы, Халық банк, Каспий, Казминералсқа көп жағдайда жаңағы Қазақмыс сол кіреді. Тау-кен өндіруші компания мыс және басқа да металдарды өндіреді. Eurasian Resource Group, ERG, тау-кен және металлургия саласындағы ең ірі компаниялардың бірі бұл қазақстандық. Жалпы инвестиция жасау кезде нарықтың өзгерістерінде компаниялардың өсу көрсеткішін немесе түсуін көрсетіп отырған индекстер болады. Сол индекстерге де мән беру қажет. Индекстердің негізгі мағынасы, мысал айтатын болсақ, S&P 500, S&P 500 бұл Америкадағы топ 500 компанияның даму көрсеткішін көрсететін индекс. Яғни олар қанша пайызға өсті, олардың акциясы бүгін қаншалықты өзгерді, өзгермеді деген секілді. Осыларға да ақша салуға болады. Немесе Dow Jones деген бұрында қалыптасқан индекс, бұл америкалық өндіруші компаниялардың жиынтығы. Қазірде бірақ олар компаниялар өзгергенмен жұмыс істеу салалары, индекс қалып қойған. Осы индекстің де
промышленный компаниялардың даму көрсеткіші қандай болып жатыр, соны осы индекстер арқылы бақылап отырсаңыздар болады. Енді инвестиция жасау кезінде кез келген жағдайда алдыңғы көш адамдарға қарап, инвестиция емес, басқа жағдайда да біз бүйтіп кеңестер алып, солардың жолын зерттеп жатамыз. Мысалы Шахановтың да бір өлеңінде бар ғой, ұлылардың даңғыл жолын зерттеп өс деген сияқты. Инвестиция жасау кезінде басқа алдыңғы үлкен мықты инвесторлардың істеп жатқан іс-әрекеттеріне де көңіл бөліп жүрген пайдалырақ. Не үшін? Мысал айтатын болсақ, Уоррен Баффет, бәріңізге танымал, ең мықты әлемдегі инвестор ретінде танымал кісі, Berkshire Hathaway деген компанияның иесі. Apple-да оның үлкен көлемде акциялары бар, Microsoft-та бар, және тағы басқа. Сол кісінің мысалы қандай компанияларға акция салып жатыр бұл кісі, қай жақта қай компаниялардағы акциясын сатып жатыр деген секілді кәдімгі инвесторлар осыны бағалы прям аңдып отырады. Мысалы қай компанияның акциясынан бұл құтылып жатыр, не үшін құтылып жатыр деген секілді бір қандай да бір астарын іздейді. Қазіргі жағдайда айтатын болсақ, Уоррен Баффеттің компаниясы 245 миллиард доллар теңге деп 245 миллиард долларды налым дейді, прям ақшалай компаниясында ұстап отыр. Бұл өте үлкен көлемді сума. Не үшін? Себебі бұлардың барлығы одан бөлек басқа да инвесторлар дәл солай қолма-қол ақшаны компанияларында ештеңе жаратпай ақша күйінде ұстап отыр. Бұл дегеніміз әлемдік инвесторлар үшін жалпы қоғамға бір инвестиция нарығында үлкен бір өзгерістің боларын күтіп отқан секілді. Үлкен бұл инвесторлар өте бір акциялардың нарықтың құлауын күтіп отыр ма, бір үлкен кризисті күтіп отқан болуы мүмкін. Сонда кризис болып акциялардың барлығы түсетін болса, сол моментте арзан бағада компаниялардың акциясын сатып алуға дайындық жұмыстарын жасап отқан болуы да мүмкін. Дәл осылай инвестиция нарығындағы алдыңғы буынның жолын, әрекеттерін зерттеу арқылы сіздерде дұрыс шешімдер қабылдай аласыздар. Жалпы инвестицияға бағытталған, бағалы қағаздар нарығына бағытталған 3 күндік маған берілген уақыт осымен аяқталды. Қаржыларыңызды дұрыс пайдаланыңыздар, акция нарығына акция салыңыздар, акционер болыңыздар, өздеріңіз үйреніңіз, балаларыңызды үйретіңіз, қарындастарыңызды. Осы нарық, бұл айтсақ, жалпы акцияларға ақша салу деген бұл болашақ. Яғни әрбір қазақтың акциясы болу керек, кез келген әлемдік компанияларда, отандық компанияларда акциясы болу керек. Өзінің зейнетін қазірден кез келген адам бүгіннен жоспарлау керек. Яғни қазірден сіз қандай да бір, мысалы, танымайтын емес, көк фишка деді ғой жаңа, голубой фишка компаниялардың акцияларына салып отырыңызшы, күнделікті болмаса ай сайын. Ол сіз зейнетке барғанда олардың акциясы міндетті түрде көтеріледі, қанша есе оған дейін. Сәйкесінше сізде былайша айтқанда уайымсыз зейнет болады, уайымсыз сондай өмірді қазірден қалыптастыра аласыздар. Баршаңызға сәттілік, аман болыңыздар.